Ассаламу алейкум достар, сіздермен мен Каримов Хасан Хатичен ЭКК бір орнаса. Достар, мен бүгін ютубтағы арнаңыздың каналыңыздың атын қалай өзгерту керектігін айтамын. Егер де сіз бірінші рет өзгертсеңіз, ол өзгертіледі және келесі өзгерткенде өзгертілмейтін болып қалады. Ал оны өзгерту үшін қазір достар оны өзгерту үшін кешіріңіздер. Оны өзгерту үшін мысалы қараңыздар, мен настройға кірдім және мынау мен ККК және Pro дегенді дайын жазып қойыппын. Соны кішірейту керек. Ал оны осы мен уже бір рет өзгертіп тастадым. Ал келесі істегеннен болмай жатыр. Ал болмаса бізге қазір айтамын мен қалай істеу керек екенін. Айтам. Қазір көріңіздер, загрузка бітсін, сосын қоямын, иә. Міне достар, загрузка болды. Енді қараңыздар, көріңіздер, мындай болып тұр. Енді мен КК деп жаздым. Енді Pro'ны кішкентай әріппен жазу керек. Ал ол менде қазір болмайды, қараңыздар. Мен мысалы удалителінде Pro деп жаздым. Енді окей деп басамыз, қараңыздар. Готово. Вы совсем недавно меняли имя дейді, көрдіңіздер ма? Бұны өзгерте алмайсыздар. Ал оны өзгерту үшін бізге мына приложение керек. Бұл приложениені Play Market'тен жүктей аласыздар. Мына Google Plus деген ең соңғы приложениені көрдіңіздер ма? Соған кіресіздер де және кірген екен. Қазір мына 3 сызықшаны басасыздар. 3 сызықтан басасыздар, настройкаға басасыздар. Және қасан, міне мысалы өз керек аккаунттарымды таңдайсыздар. Достар, мен жаңағы Google Plus'ке Google арқылы кірдім және өз аккаунтыңызды таңдағаннан кейін мен мысалы жаңағы аккаунт таңдадым. Енді осыдан жаңағы атты өшіру керек. Мен ең соңғы аты сөздерде удалить профиль Google деп басасыздар. Достар, удалить етуге қорықпаңыздар, бұл болады. Енді пароль жаз дейді. Мен өздеріңіздің аккаунттарыңыз пароль жазасыздар, соны коммент жазып кетейін. Міне достар, мен жазып болдым. Енді көрдіңіздер ме, өстіп шығады. Өстіп шыққаннан кейін уже сіз мына ең соңына кіріп подтвердить удаление, я понимаю деп, короче, өздеріңіз оқып аласыздар. Удалить дегенді басасыздар. Достар, қорықпаңыздар, қайттан восстановить етіп аламыз. Атын өзгертіп, мен жаңа бір рет уже істеп алдым, бірақ жаңа Pro деген жеріне қателесіп кеттім. Және ең соңында другая причина дегенді таңдайсыздар да, любой сөз жаза саласыз, мысалы жасай және отправить басасыздар. Спасибо деп шықты ғой достар. Спасибо деп шықты. Енді спасибо деп шықты. Қазір достар, күтіңіздер. Достар, және жаңағынан шығасыздар да, мына 3 кнопка басасыздар да, историяны басасыздар. Және осы жақта создание бір профиля деп сұрады. Соған басасыздар. Енді көріңіздер, енді атын өзгерте берсеңіз болады. Мен мысалы КК Pro дегенді жаңа айттым, дайын қойыппын. Енді кішкентай қылайық. Міне Pro мужской және создаттың профиль дейміз, көрдіңіздер ма? Профилді создать етті. Пропустить деп басылайық. Енді көріңіздер. Болды достар. Нормальный болды. Енді көрейік кән. Қараңыздар, мысалы өз каналыма кірейін. И мой канал деп. Көріңіздер ма, КК Pro дептер. Енді дәйі қалып көрсетейін. K.Pro дептір. Достар, егер бұл видео пайдалы болса, лайктарыңызды барып бағана жазып кетіңіздер. Достар, бұл рас, алдаған жоқпын. Сіздер де каналыңызда сөйтіп істей алмай жатсаңыз, өстіп көріңіздер, істеп, бәрі де рас. Сау болыңыздар.